Мен Нұртайжана Арайлым Төлеужанқызы Ақтөбе көлік коммуникация және жаңа технология колледжінің арнайы пән оқытушысымын. Бүгін бейне сабағымда жол және станция құрылғылары пәні бойынша сұрыптау станциясының бағыты негізгі құрылғылары тақырыбында өткіземін. Жаңа тақырыпта бастамас бұрын презентациялық материалға көңіл бөлейік. Яғни, мана айтып өткенде бүгінгі тақырып сұрыптау құрылғылары. Жаңа тақырып бойынша қарастырылатын негізгі сұрақтар: сұрыптау станциясының бағыты және жіктелуі, сұрыптау станциясының негізгі құрылғылары және сызба түрлері, сұрыптау станциясында пойыздардың өңделуі. Сұрыптау станциясы бағыты бойынша сұрыптау станциясы көп көлемде вагондарды өңдеуге арналған, яғни ажыратып құрастыруға. Сұрыптау станциясының жіктелуі аймақтық, желілік қосымша болып бөлінеді. Сұрыптау станциясының негізгі құрылыстарына локомотив шаруашылығы, вагон шаруашылығы, қабылдау паркі, жөнелту паркі, жабдықтау депосы, сұрыптау паркі, транзиттік парк жатады. Сұрыптау станциясында пойыздардың өңделуі. Қандай категория пойыздары келеді? Транзитті өңделумен, транзитті өңделусіз өзінің өңделуімен. Осы жерде сұрыптау станциясында қандай вагон категориялары өңделеді? Транзитті өңделумен, транзитті өңделусіз және жергілікті. Екінші сұрақ: сұрыптау станциясының құрылғылары, яғни жеке-жеке тоқтап өтейік. Сұрыптау құрылғыларына төбешік, жартылай төбешік, тартымды жол негізгі құрылғысы болып, осы үш құрылғы саналады. Сұрыптау құрылғысының бейнесі, яғни сұрыптау төбешігі, сұрыптау төбешігінен, яғни вагондар тарқатылуға дайындалуда. Сұрыптау төбешігінің кезекшісінің жұмыс орны. Сұрыптау кезекшісі, яғни сұрыптау төбешігіне қарап бәрін бақылап отырады. Сұрыптау паркінің жолдары. Сұрыптау паркінің жолдары, яғни сұрыптау паркіне кіреберіс жерде тежеуіш позициялары, яғни біз айтамыз тежеуіш шектері, жылдамдықты баяулататын құрылғылар орналасқан. Бұл көріністе, яғни тежеуіш жылдамдықты баяулататын құрылғы көрсетілген. Сұрыптау төбешінің жіктелуі қандай түрлерге бөлінеді? Сұрыптау төбешік кіші қуатты төбешік, орташа қуатты төбешік, ірі қуатты төбешік болып үшке бөлінеді. Қалай айырамыз? Егерде тәулігіне станцияда төбешіктен 2,5 вагонға дейін өңделсе, онда ол кіші қуатты төбешікке жатады. 2,5 вагоннан 5,000 вагонға дейін өңделсе, орташа қуатты төбешікке жатады. Ірі қуатты төбешікте тәулігіне 5,000 вагоннан жоғары өңделеді. Әр төбешік бойында, яғни сұрыптау паркінде қанша жолдан орналасатыны көрсетілген. Сұрыптау төбешігі бойлық бедері екі бөліктен тұрады: жылжыту бөлігінен және төмен түсу бөлігінен. Жылжыту бөлігі мен төмен түсу бөлігінің ортасынан төбешік төбесі, яғни алаң орналасқан. Жылжыту бөлігі қабылдау паркінен қарсы еңістен тұрады, ал төмен түсу бөлігі жылдамдық бөлігі мен жылдамдықты тежеуіш бөлігінен, бағыттама бұрмасының ауданынан, сұрыптау жолдарынан тұрады. Жартылай төбешік және тартымды жолдың арнайы бедері. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, жылжыту бөлігі, төмен түсу бөлігі, төбешік төбесі ерекшелігі, яғни айырмашылығы: тартымды жол айыру бөлігі жылжыту бөлігіне жатады, төмен түсу бөлігі жылдамдық еңістен, бағыттама бұрмасының ауданынан, сұрыптау жолдарынан тұрады. Келесі: сұрыптау станциясында орындалатын операциялар. Айтып өткенде, сұрыптау станциясының негізгі құрылғысы сұрыптау төбешігі болғандықтан, сол сұрыптау төбешігінде қандай операциялар орындалады? Төбешікте құрамды тарқату бойынша операциялар. Бірінші: маневр локомотивінің зая жүрісі. Құрамды төбешік төбесіне дейін итеру. Вагондарды тарқату, сұрыптау паркінің жолдарына вагондарды шегіндіру.
Олай болатын болса, бейне роликте ол қалай көрсетілген. Көңіл бөлеміз. Бірінші операция маневр локомотивінің зая жүрісі. Екінші, құрамды төбешік төбесіне итеру. Қарауызаңызда төбешік төбесіне қарай құрамды итеру. Келесі, вагондарды тарқату. Вагондарды шегіндіру операциясы. Үшінші сұрақ. Сұрыптау станциясының сызба түрлері. Сұрыптау станциясының сызбасы бір жақты сұрыптау станциясы, екі жақты қабылдауға арналған біріктірілген паркпен жабдықталған аралас сызба түрі болып бөлінеді. Сұрыптау станциясына пойыздарды өңделу операцияларын мен сіздерге жол және станция құрылғылары пәні бойынша электронды оқулықтан көрсеткім келіп отыр, соған көңіл бөлейік. Транзиттік пойызды қабылдау және жөнелту операция. Пойыз станцияға қабылданды, қай паркке келіп тоқтады? Транзиттік пойыздарға арналған паркке келді. Бұл жерде бұл пойызбен, транзиттік пойызбен, яғни операциялар тексеріледі, коммерциялық және техникалық. Пойыз қайтадан өз бағыты бойынша жөнелтіледі. Екі операция түрін көрсетейін сіздерге. Келесі, станцияға ажыратылуға түскен пойыздармен орындалатын операция. Бастадық. Ажыратылуға келген пойыз жөнелту паркінен өттік, сұрыптау паркінен өттік, себебі біз бұл пойызды қабылдау паркіне қабылдауымыз қажет. Пойыз қабылданды, локомотив ағытылды, локомотив шаруашылығына барып орналасты. Тартымды жолдан маневр локомотивге тіркелді, вагондар төбешік арқылы тарқатылды. Тарқатылған вагондарды шегіндіру, бір-біріне қосу яғни. Операциясы орындалуда. Маневр локомотиві әр жолда тұрған вагондарды бір-біріне қосып, шегіндіріп, операциясын орындап жатыр. Маневр локомотиві келіп, 4-ші және 5-ші жолда тұрған вагондарды тіркеп, жөнелту паркіне орналастырды. Маневр локомотиві ағытылып тартымды жолға орналасты. Локомотив шаруашылығынан жаңа локомотив бригадасы, локомотив құрастырылып, жөнелту паркіне келіп, 4-ші жолда тұрған, яғни пойызды алып жөнелтілуде.
Яғни осындай операциялар орындалады. Және де сұрыптау станциясында пойыздардың өңделуі мен сіздерге кесте ретінде тағайындадым. Яғни бұл кестеде қандай операциялар рет-ретімен орындалады және ол операцияны орындайтын қызметкерлер атаулары көрсетілген. Жаңа тақырыпқа байланысты дәрісті мен сіздерге EduPage программасы бойынша жіберем. Дәптерлеріңізге конспект түсіресіздер. Бұдан бөлек осы тақырыпқа байланысты біздерде видео бейне материал бар. Қарап отырсаңыздар, сұрыптау станциясында операция қалай орындалады. Станцияға пойыз қабылдануда. Біздерде оператор техконторы қызметкер станция қабылданып атқан пойыздағы, яғни құрамдағы вагон номерлерін тіркеуде. Өздеріңіз білесіздер, вагон номер 8 саннан тұрады. Оның біріншісі, яғни вагон түрін көрсетеді. Барлық вагон номерін жазып, оны, яғни келген анықтама қағазымен сәйкестіреді. Пойыз қабылдау паркіне тоқтады. Пойызды башмакпен, яғни бекітуде. Локомотив ағытылды. Локомотив шаруашылығына жөнелтілді. Локомотив өзі алып келген құрамға байланысты құжат, яғни пакет құжатты оператор техконторыға тапсырды. ПТО қызметкерлері құрамды тексеруде. Ақауларды. Қандай ақау бар? ПТО және ПКО жұмысшылары барлық тексерістен өткізеді. Не вагондар төбешіктен тарқатылуда. Үй жұмысы, яғни EduPage бағдарламасы бойынша сіздерге тесттік сұрақтар жіберем, және қатарды біріктіру әдісін пайдаланып берілген таблицаны біріктіресіздер. Осымен сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Студенттер, бүгінгі жаңа тақырып бойынша барлық берілген сұрақтар қарастырылды, мәлімет толығымен жеткізілді деп ойлаймын. Презентация, видеороликтерді сіздерге EduPage бағдарламасы бойынша жіберемін. Қосымша қарап, тағы да танысып, сұрақтарыңыз болса хабарласыңыздар. Сау болыңыздар, назарларыңызға рахмет.